Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл өмірі, бүкіл ғұмыры жазылған кітап бар. Ол адамзаттың асыл тәжі деп аталады. Қазақ тілінде өте түсінікті, бүкіл қиындықтары, қалай дүниеге келгені, қалай пайғамбар атанғаны туралы барлық деректер бар. Мен соның ішіндегі әкесі мен анасының қосылуы және әкесінің қалай дүниеден өтетіні туралы оқып бермекпін. Әкесінің аты Абдуллах. Хазіреті Абдуллахтың үйленуі және өлімі. Арадан жылжып жылдар өтті. Абдуллах көркем мінезі мен жүріс-тұрысына сымбаты сай жігіт болды. Оған ынтық бойжеткендер де көбейе түсті. Жас жігіт мұны сезсе де білмеген сыңай танытып бақты. Баласының аяқтанар шағы жеткенін байқаған әке, ұлына жар боларлық бойжеткенді қарастыра бастайды. Әбдімүтәліптің өмірлік тәжірибесі бұл істе де дұрыс таңдау жасауына себеп болды. Бәни Зухра тайпасының ақсақалы Уахиб ибн Әбдімәнаптың қызы Аминаны баласына лайық деп білген ол айттыра барады. Уахиб Әбдімүтәліптің бұл өтінішін қуана қарсы алды. Амандық саулықтан соң Уахиб: «Уа бауырым, біз бұл ұсынысты сен келмес бұрын естідік. Аминаның анасы өткен түнде бір түс көріп, үйімізге бір нұрлы сәуленің енгенін, айналаның жап-жарық болып кеткенін көріпті. Менің де бүгін түсімде бабамыз Ибрахим пайғамбар енді. Маған Әбдімүтәліптің ұлы Абдуллах пен қызың Аминаның некесін мен қидым, сен де қабыл еткейсің» деді. Уахибтің қызы Амина ибалы да инабатты, әрі шежіресі жөнінен де Құрайш қыздары арасында жоғары тұратын. Қай жағынан да Абдуллахқа лайықты. Жасы 14-тегі Аминаның нағыз толған айдай толысып тұрған шағы бұл. Абдуллах болса 24-тегі қылшылдаған жігіт. Тойдың болғанынан болатысы қызық демекші, апыр-топыр екі жастың үйлену тойы өткізіліп, болашақта барша болмыстың сұлтаны болатын Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар дүниеге келетін шаңырақ құрылады. Үйленгеннен кейін арада бірнеше апта өткеннен кейін қызық жағдай болады. Хазіреті Абдуллахтың жүзіндегі нұр Хазіреті Аминаның маңдайында жарқырайды. Мұны көптің көзінен таса ету де мүмкін емес еді. Амина дүниенің болашақ сұлтанына аяғы ауыр еді. Үйленгеніне бір ай толғанда Хазіреті Абдуллах бір сауда керуеніне қосылып Сирияға жол тартады. Бұл оның соңғы сапары еді. Араға айлар салып, керуен елге оралғанда араларында Абдуллах жоқ болатын. Тек оның қайтар жолда Мәдинада қатты сырқаттанып жолға жарамайтын болған соң, нағашыларының жанында қалған жайында суыт хабар жетеді. Мұны ести сала Әбдімүтәліп ұлы Харисті Мәдинаға жолдайды. Алайда өзгермес тағдыр тағы да өз дегенін істейді. Ағасы келгенге дейін Абдуллах о дүниелік болады. Бақытты әкеге дүние сұлтаны боларлық ұлының нұр жүзін бір иіскеу де бұйырмайды. Абдуллахтың денесі Мәдинадағы Ади ибн Нәжжар ұлдарының бірі Нәбиға үйінің ауласына жерленеді. Харис суық хабарды Меккеге жеткізеді. Мекке қайғы жамылып аза тұтады. Жас кәрі деместен өз қалауын жүзеге асыратын аяусыз ажал Абдуллахтың отбасына да ауыр соққы боп тиеді. Бүкіл меккеліктер аяулы ұлдарын жоқтап, көз жастарын көл қылады. Күйеуін жоқтап, ботадай боздаған Аминаның ащы даусын естіген пенденің сай сүйегі сырқырамауы мүмкін емес еді. Хазіреті Амина осылайша зар еңіреп, жан-жарын жоқтап қалған тұста құрсағындағы сәбиінің дүниеге келуіне 2 айдай ғана уақыт қалған.
Хазіреті Абдуллах үйленгелі аз ғана уақыт өткен. Сол себепті анау айтқандай мал мүлкі де жоқ. Кенеттен дүниеден озған оның соңында қалдырған Үмму Әймен есімді күңі 5 түйе, бірнеше қой, бір қылыш пен аз ғана күміс ақша еді. Ең маңызды мұрасы Аллахтың нәсібімен екі дүниенің нұры болған хайырлы ұрпақ қалдырды. Нұрымен бар ғаламға жарық шашатын, адамзаттың құтқарушысы атанатын Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан артық мирас болуы мүмкін бе? Міне, осылай бізде бір тақырып бітеді. Алла қаласа алдағы уақыттарда піл оқиғасы, пайғамбардың дүниеге келуі, қандай қиыншылықтары болатынын бөліп оқып беретін боламын. Қолдап жазылып қойыңыздар.